Сәлем қыздар, бүгін сіздермен шарлотка пирогының рецептімен бөлісемін. Өте оңай жасауға, міндетті түрде жасап көріңіздер. 3 жұмыртқа қажет, 150 грамм қант, тұз қажет, және бұның барлығын араластырамыз. грамм қаймақ араластырамыз. 80 грамм сұйық май, қопсытпамен араластырылған ұн 250 грамм араластырамыз. Менде 22 сантиметрлі форма дайын болған қамырды құямыз. Енді безендіру дайындаймыз. Бізге міне осындай өте жұқа туралған алма қажет. Осы алмаларды барлығын енді қамырдың бетіне орналастырамыз. Пирогымыз дайын. Пирог 1 сағатта 180 градуста пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.